біз қазір Абайдың қара сөзін оқымайтын, Шәкәрімнің жақыт сөздерін тыңдамайтын, Мағжанның асыл өлеңдеріне назар аудармайтын, Міржақыптың жазған қара сөздеріне қарамайтын ұрпақ өсіріп аламыз ба деп қорқамыз да. Қарапайым сұрақ қой. Шәкәрімді оқымайтын болса, Мағжанды оқымайтын болса, Сұлтанмахмұтты оқымайтын біз қазақ өсіретін болса, қандай қазақ өсіреміз? Сұрақ өзімізге қоюымыз керек. Балдарды мәдениетін дамытпасақ, салт дәстүрін оқытпасақ, мәдениетті жаңа айтқандай барлық дүниелеріне көңіл аудармайтын болса, қандай ұрпақ дайындаймыз? Әр нәрсенің өзінің опығы мен топығы бар дейді. Мына ертең біз интернетте жүріп ұрпақты мәңгүрт қылып аламыз. Мәңгүрттікке жайлап алып та келе жатырмыз. Әр нәрсенің өзінің зияны да бар, жақсылығы да бар. Әлеуметтік желінің бір жақсылығы хабарды тез таратуға, не істеуге деп, уақыт үнемдеуге деп аламыз. Оның ар жағында білесіз бе қандай дүниелер жатыр? Білімсіздік дейтін дүние жатыр, сауатсыздық дейтін дүние жатыр. Кітап оқыған адам сәл болса да айналасына қарай алатын деңгейге тап болады. Айналасы деген қандай мағына? Мана айтқан мәдениет сақтау, соған кішкене үлес қосу, айналада болып жатқан нәрселерге бейжай қарамау дейтін нәрселер осыдан басталады. Актуалдың да ең үлкен биігіндегі күн тәртібінен түспейтін актуалды мәселеміз кітап оқу. Сол кітап оқу мәдениетін қайта жандандыруымыз керек. Соған қатты ұрпақты назарын аудару керек, зейінін қойдыру керек. Соған ұрпақты дайындау керек. Осы мәселеге қатты көңіл бөлуіміз керек. Сонда ғана сен өзіңнің өңіріңнен шыққан ұлы тұлғаларға, манағы сөзіміздің басында айтқан ұлттық құндылықтарыңа, ұлттық мәдениетіңе, тарихыңа өзіңді салып, назарыңды қойып, сөйтіп барып ұлтқа қызмет етіп кетудің жолдары өзіңнің Алла Тағала жолын аша келеді деп ойлаймын.